Қытайлар әлемге танытып зор қылған етті өзіміз қор қылып жүрміз, бірақ базардан сатып алған етіміз өлген мал болып шығуы мүмкін. Өйткені ет сатушылар ақырын ғана арасына арам қатқан төрт түлікті тығып жібереді екен. Серік Дәрменұлының жасырын камераға түсірген репортажын көріңіздер. Қытайдың арзан етін алып жатыр халқымыз, әрбір елге еліктеумен жоғалуда салтымыз, ақша деумен отыр ғой билік біздегі, тексермейді, қарамайды, ашылар деп артымыз. Тәрбиесі осы болса, жоғарыда отырған жемқорларға, шенеулікке түбегейлі қарсымыз. Үйіңізде асқан етіңіз ғана емес, дастарханыңызға халал деп қойылған шұжықта арамастан болуы мүмкін. Бүгінгі эксперименттен түсінгенім, кейбір кәсіпкерлер көлденең жолмен пайда табуды бәрінен биік қойған секілді. Базардан адал деп алған етіңіздің арам болып шықпасына өкінішке қарай ешкім кепілдік бере алмайды.